Сәлем достар, сіздермен бірге бір бар арнасы. Бұл бейнемізде біз сіздерге Лут пайғамбардың оқиғасы мен жаратылған адами болмысынан айырылған сұмдық қауым жайлы сіздерге айтатын боламыз. Ғибратты көрілім болсын. Ендеше кеттік. Хазіреті Ибрахим пайғамбар жары Сара мен інісі Лутты ертіп, Бабылдан Харранға қарай хижрет еткен болатын. Ибрахим пайғамбар сонда қалды да інісі Лут Содом еліне кетті. Кейіннен оған пайғамбарлық міндет жүктелді. Содом елі бұрын соңды болмаған тағылыққа басқанды. Оларда еркек пен еркектің қосылуы қалыпты саналатын. Еркектері күні бойы жол торып, ер кісілер өте қалса тас лақтыратын. Тасы кім кетесе соны қорлайтын. Шайтан бұлардың осы бір осал жерінен ұстап, азғындықтың шыңырауына құлатып, тұзақтарына түсіретін. Олардың осы азғындықтарын жыртқыш аңдардың өзі істемейтін. Осындай азғын елге Хақ Тағала Хазіреті Лутты пайғамбар етіп жіберді. Лут пайғамбар өзіне уақи келісімен дереу іске көшіп, оларды ақиқат жолына шақырды. Ол алдымен өзінің оларға жіберілген пайғамбар екендігін айтып, өзіне бағыну қажеттілігін түсіндірді. Ол туралы Құранда, сол уақытта оларға туысы Лут, қорықпайсыңдар ма деді. Мен сендерге сенімді бір елшімін. Енді Аллахтан қорқыңдар да маған мойынсыныңдар деп айтылады. Хақ пайғамбар өзінің пайғамбар екендігін айтқан соң, оларға күн түндемей тура жолды уағыздап, жасаған істерінің жиіркенішілігін түсіндіріп, тәубаға шақырды. Лот сол уақытта еліне, жер жаһанда сендерге дейін ешкімнің істемеген арсыздықты істейсіңдер ме деді. Сендер әйелдерді қойып еркектерге қызығып келесіңдер ме? Әрине, сендер шектен шыққан елсіңдер. Алайда Содом елі оның сөзін елең-құрлы көрмеді. Кейбіреулер оның іс-әрекетінің астарында дүниелік мақсат жатыр деп ойлады. Сол себепті бірде Лот пайғамбар: "Уа халқым, егер де тәубаға келмей осылай кете беретін болсаңдар, іс насырға шабады. Мәңгілік азапқа ұшырап, мына азғын істеріңнің сазайын тартасыңдар. Одан да мүмкіндіктерің бар кезде тәубаға келіп, Хақ Тағалаға сәжде етіп, адами қасиеттеріңе қайта оралыңдар. Мен сендерге екі дүниенің пайдасы мен зиянын көрсетудемін. Осы уазипамның астарында қандай да бір дүниелік пайда жатыр деп ойламаңдар. Осы ісім үшін сендерден ешбір ақы талап етпеймін. Менің ақым Хақ Тағалаға ғана тиесілі" дейді. Жанына батырып айтқан Лот пайғамбардың ескертулерінен Содом елі әбден мезі бола бастады. Бір күні басшылары жиналып: "Бұл Лот бізге басымызға пәле болып жабысты. Ол бізге дүниенің пайдасы дейді. Дүниенің пайдасы мен қызығын біз онсыз да көріп жатқан жоқпыз ба? Одан да Лотты да оған иман келтірген адамдарын да елден қуайық" деп бір ауыздан мақұлдасты. Олар Лот пайғамбарға барып: "Ей Лот, егер сен бізді дәстүріміз бен жүріс-тұрысымызға осылай киліге беретін болсаң, онда біз сені елден алыстатамыз" дейді. Олар осыған ғана тоқтамай оған: "Ей Лот, егер сөзің тура болса, Құдайдың азабын біздің басымызға төндір. Қанекей, көрелік мықтылығыңды, біз сенің бір сөзіңе де сенбейміз. Қане, қайда әлгі уағда еткен азабың? Шаман келсе тезірек алып кет" деп зеки сөйлеп, миықтарынан күліп келемеш деді. Хақ пайғамбар осы сөздерінен олардың әсте иман келтірмейтіндіктерін ұқты. Өйткені мына сөздері арқылы жан дүниесі қарау тартып, жүректерінде иман ұялайтын жер қалмағандығын білді. Олардың жүректеріне мөр басылған еді. Кімге мөр басылса, ол әсте мұсылман бола алмайды. Хазіреті Лот оларға: "Әрине, мен сендердің қылықтарыңнан жеркенемін" деді де Хақ Тағалаға қол жайып: "Раббым, мені және отбасымды бұлардың сұмдықтарынан құтқара көр" деп дұға етті. Азап періштелерінің келуі. Жаратушы жаппар ие Хазіреті Лоттың дұғасын қабыл етті. Содом елінің астан кестеңін шығарып, жер бетінен жойып жіберу үшін 3 періште жіберді. 3 періште Хақ пайғамбарға түс әлетінде келді. Бұл кезде пайғамбар бақшада жүрген болатын. 3 жолаушының өзіне қарай келе жатқанын байқап: "Үшеуің де бейтаныс адамдар екенсіңдер. Менде не бұйымтайларың бар еді" дейді. Олар оған Құдай қонақ екендігін айтады. Періштелер жүздерінен нұр тамған көрікті жас жігіт бейнесінде келген болатын. Лот алейхиссалам олардың осы бейнесін көрген сәтте-ақ іште қатты абыржып, уайымдай бастады. "Үйіме келгенше ешкім байқап қалмады ма екен? Алда-жалда біліп қалып үйіме келсе, бұл жігіттерді қалай қорғаймын" деп ойға шомып өз-өзіне: "Бұл өзі бір жанға батқан ауыр күн болды ғой" деп күбірледі. Құдай қонақ біз деп алдына келіп тұрған соң,
Хақ пайғамбар тіс жарып ештеңе дей алмады. Жолдарың әне, бұл елден тез кетіңдер деуге дәті бармады. Ауыр күн екенін біле тұра, пайғамбар болған соң көтеруіне тура келді. Ол ағасы Хазіреті Ибрахим сияқты жаны жомарт пайғамбар еді. Хақ пайғамбар олардан: «Қонақтар, бұл елдің қандай ел екенін білетін бе едіңдер?» деп сұрады. Періштелер қандай деп сұрағанда: «Жер бетінде бұл елден асқан азғын ел жоқ, һәм болғанда емес» деп жауап берді. Хақ пайғамбар қонақтарын үйіне ертіп кіргізді. Олар үйге кіріп төрге жайғасқан шақта Лут пайғамбардың әйелі Уақила дереу сыртқа шығады да үйіне қандай қонақ келгенін жұртқа жайып үлгереді. Уақила пайғамбардың әйелі болса да иман келтірмеген еді. Сырттай мұсылман болып көрініп, кәпірдің тірлігін істеген, қой терісін жамылған қасқырдың нағыз өзі болатын. Уақиланың сөзі маңайға жайылысымен, сол жердің бар еркегі жиналып, Хазіреті Луттың үйінің айналасын қоршап алды. Олар Луттан қонақтарды өздеріне шығарып беруін талап етті. Хақ пайғамбар оларға: «Бұлар менің қонақтарым, мені қонақтарымның алдында масқара етпеңдер. Аллах тағаладан қорқыңдар. Осы жаман қылықтарыңды тыйыңдар. Күнәға жоламаңдар. Азғындықтарыңды мен білгенімен мына қонақтарым білмесін» деді. Алайда шайтанның құрығына түскен халқы оның сөзіне құлақ аспады. Олар: «Ей Лут, біз сені өзгелердің ісіне араластың деп жолыңа бөгеу болмадық қой. Енді неге біздің жолымызды кесесің? Біз саған үйіңе қонақ кіргізбе деп едік қой. Сен қалауыңша таза бола бер, бірақ біздің ісімізге араласпа. Бізде кемшілік болса ол өз ісіміз. Сенің бізде шаруаң болмасын» деп жан-жағынан даурығысты. Лут пайғамбар оларды бұлай тоқтата алмайтынын білген соң: «Уа халқым, міне менің қыздарым. Олар сендер үшін әлде қайда таза. Оларды сендерге некесін қиып берейін. Аллахтан қорқыңдар. Араларыңда жақсы мен жаманды айыралатын дені түзу біреу жоқ па?» дейді. Самут халқының еркектері: «Ей Лут, сен осы күнге дейін бізді білмейтін бе едің? Сенің қыздарыңда біздің шаруамыз жоқ. Сен біздің не қалап тұрғанымызды жақсы біліп тұрған боларсың» деп дүрсе қоя берді. Лут пайғамбар олардың мына сөздерінен кейін қатты қысылып: «Шіркін-ай, дәл қазір сендерге қарсы тұратын бір құдіретім яки қорған алатын титтей мүмкіндігім болғанда мынадай күйге түспес едім» дейді. Оның осы сөзіне қатысты Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам: «Аллах Лутқа рахым етсін, мықты бір қорғанды паналасам» деп сол кезде қатты қиналып Аллахқа сыйынуды ойламаған дейді. Осы кезде оның қатты күйзелгенін байқаған періштелер шындықты жайып салды. «Ей Лут, біз сенің Раббыңның елшілеріміз. Қорықпа, бізге түк те істей алмайды. Сенің халқың адасудан арылғылары келмей қасарысып жатыр. Бұдан соң олардың түзелуі әсте мүмкін емес. Сен қанша насихат айтқанымен оларға ешбір пайда бермейді. Осы сәттен соң олар саған әсте жапа шектіре алмайды. Жібер, қанекей бәрі ішке кірсін» дейді. Осыдан кейін Хақ пайғамбар есікті айқара ашқан еді. Сыртта ентелеп тұрған еркектер ішке лап етіп ағылды. Бірақ олар не болғанын түсіне алмай, сең соққан кемедей теңселіп кетті. Көздері қарауытып, артынан түк көрмей қалды. Бейне бір аналарынан соқыр болып туғандай күй кешті. Бәрі бірден айқайлап, бір-біріне басып жаншып, кимелеп шыңғыра бастады. Бұлар жай қонақ емес, сиқыршы, дуалаушылар екен деп қонақтарды кінәлай бастады. Хазіреті Лут оларды итерген бойы далаға шығарып тастады. Періштелер Хазіреті Лутқа: «Кештің бір мезгілінде отбасыңды алып тез етіп жөнел. Өзің олардың арттарынан жүріп отыр. Ешқайсының артыңа қараушы болмаңдар. Діттеген межеге жетіңдер. Таңға жуық олардың шаруасы бітеді» дейді. Хақ пайғамбар дереу өзіне сенген үмбетін ертіп, түн жастанып жолға шықты. Жары Уақила олармен емес, азғын халықпен бірге болғысы келіп, жұртта қалып қойды. Хазіреті Лут отбасын ертіп қаладан шыққан кезде майда тастарды үйіріп алып бұршақша жаудыратын жел шықты. Бұл азаптың алғашқы белгілері болатын. Садум халқының жермен жексен болуы. Хазіреті Лут үмбетін алып қаладан шалғай кеткенде таң рауанда батқан еді. Соққан желдің арты дауылға айналып, қала үстіне тас нөсердей құя бастады. Осы кезде ғайыптан: «Сендер Луттың хабар берген азабы мен ескертуін жоққа шығарып едіңдер. Енді сол азапты тартыңдар. Луттың туралығын біліңдер» деген дауыс естіліп тұрды. Аятта: «Оларға апат әміріміз келген сәтте ол жердің үстін астына келтірдік. Сондай-ақ үстеріне әдейі әзірленіп қыздырылған тас жаудырдық» деп айтылады. Деректерде Садум елінің тұрған жері қазіргі Лут көлі яки өлі теңіздің тұрған жері екендігі айтылады. Оған Шария өзені ғасырлар бойы аққанымен,
оның тұзын азайта алмаған. Құранда сол жер туралы ол арада күйзелтуші азаптан қорқушылар үшін бір ғибрат қалдырдық деп, сол жердің қарғыс атқан мекен екендігін білдіреді. Кейбір деректерде Лот пайғамбардың отбасын алып, Мысырға яки Шамға, не болмаса Иорданияға қоныстанғандығы айтылады. Осымен бейнеміздің соңына келдік. Бейне ұнаған болса лайк басып, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.